Бәріңізге сәлем. Сіздермен бүгін біз куси жасайтын боламыз, немесе лағман. Ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Бірінші пиязымызды тураймыз, одан соң сәбізімізді, одан кейін редкамызды и болгарскиімізді, и картофелімізді, етімізді. Мен етімді бірінші пісіріп алдым. Осылай көбек қылып турап, дайындап аламыз. Ал одан кейін қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуыратын боламыз. Оның үстіне сәбізімізді салып қуырамыз и редкамызды саламыз. Жақсылап қуырып аламыз. Болгарскиімізді салып, картофелімізді салып, етімізді салып, және де томатымызды салып, қуырып алатын боламыз. Ал одан кейін үстіне сол ет піскен суымызды құйып аламыз, сүзгіден өткізіп, және де пісіреміз. Ал міне пісті. Мен көксүйімді, лағманымды дайындап қойдым. Пісіріп, тұзын көріп, дәмін көреміз. Приправа қоссаңыздар болады. Мен галена бланка қостым. Ал міне үстіне құйып дайындаймыз. Дәмі жақсы шығады. Біреулер көкси дейді, біреулер лағман дейді. Ұнап жатса, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Осылай тағамдарды пісіріп салып тұратын боламын каналыма. Рахмет сіздерге көргендеріңізге. Сау болыңыздар.